Мен Шымкент белсендісі Жолдасова Айжан, Қазақстан Республика азаматы ретінде жерімізді қытайлықтарға жалға беруге де, сатуға да түбегейлі қарсымын. Сендер неге, мынау депутат, мәжілістің, сенаттың депутаттары, неге өзіміздің қазақстандық бизнесмендерді қолдамайсыңдар? Неге өзіміздің өндірісімізді нығайтпайсыңдар? Неге біз шетелдіктерден инвестор шақыруымыз керек? Сол инвесторлер келіп, біздің жерімізді жалға алып, 55 жылдан кейін не болатыны кім біледі? Құдай біледі. Содан кейін біздің жануарларымызды, құнды жануарларымызды өлтіріп, сойып, өсімдіктеріміздің бәрін кесіп алып кетіп, түбірмен кесіп алып кетіп, сонда жерімізде не қалады? Бұл жеріміз ата-бабамыздан қалған аманат. Бұл жерімізді түгел бұзбай, мынау келешек ұрпақтарымызға беруіміз керек, сақтап беруіміз керек. Мынау күрдтер, палестиналықтар қазір елсіз, жерсіз жүр. Соның үлгісі бізге аз ба? Бізді де сөйтіп тентіретейін деп жүрсіңдер ма? Біз сендерді, мынау депутаттар айтады, бізді халық сайлады. Халық сендерді сайлаған болса, неге халықпен ақылдаспайсыңдар? Осындай жобаға қол қойғанда, мақұлдағанда. Сондықтан өз үйімнің ауласының жерін берем десең, жалға шетелдіктерге бере қой. Ал қазақстандық жер, ол халқының жері. Сондықтан мен тағы айтамын, кез келген шетелдіктерге, Қытай болсын шетелдік, мынау Ресей болсын, басқа елдің шетелдіктеріне жеріміздің 1 сантиметрін жалға беруге де, сатуға да түбегейлі қарсымын.